Ассаламу алейкум тігінші ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәл осындай көйлектің тігілу жолын көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Енді осындай 75-75 матамызды екі бүктелген күйінде өлшеп аламыз. Содан кейін осылай үш бұрышты етіп бір-біріне қосамыз. Сол кезде біз матамыз 4 қабат болады. Осы жоғарғы үш бұрышынан 16 сантиметрді белгілеп, оңға қарай 7 сантиметр, төменге қарай 8 сантиметрді белгілеп аламыз да, бұл біздің мойын ойындымыз. Осылай доғал етіп сызып аламыз. Енді осы жоғарғы жақтағы сызықтан төменге 2 сантиметр түсіріп, осы 2 нүктені екеуін қосамыз. Бұл біздің иық тігісіміз болады. Осы жерден төменге қарай 17 сантиметр түсіріп, оңға қарай 3 сантиметр сызамыз. Иықтағы нүктеден жаңағы 3 сантиметр сызған аралықты доғал етіп, қолтық ойындымызды осылай сызып аламыз. Иық нүктесінен бастап төменге қарай 52 сантиметрді белгілеп, барлық жерінен осылай доғал етіп белгілеп аламыз. Бұл біздің көйлегіміздің етегі болады. Қолтықтың қасындағы нүктемен етекті осылай түзеу етіп сызып аламыз. Енді осы сызылған жерлерді қайшымен қиып аламыз. Көйлегіміз 2 детальдан тұрады. Алды және арты мінекей дайын, ал белінде резинка болады. Беліне тағатын резинкамызды дайындап аламыз. 2 штук 22 сантиметрден. Және резинка тұратын сызықты белгілейміз. Төменнен жоғарыға қарай 32 сантиметрді белгілеп, осылай барлық жерінен белгілеп, түзеу етіп сызып аламыз. Бұл біздің резинка тігетін орны. Енді зигзаг тігіспен резинкамды тартып отырып тігіп алатын боламын. Алдыңғы бөлігіне де, артқы бөлігіне де резинкамызды тігеміз. Көйлегіміздің белі жинақы, өте әдемі тұрады осы резинкамен. Енді мінекей мен тігіп алдым. Мойнына обработка жасайтын боламыз. Ол үшін бізге косая бейка керек. Матамды осылай қиғашынан аламын. Содан кейін 3 сантиметрді белгілеп, ұзын ленталар қиып алатын боламын. Енін 3 сантиметр қылып мінекей белгілеп, менің линейкамның ені 3 сантиметр, сондықтан осылай қоямын да, линейкамның бойымен сызып алдым. Енді осы сызықтарды қиып аламыз. Осымен біздің косая бейкамыз дайын. Осындай ленталардың бірнешеуі қажет болады. Енді көйлегіміздің мойнына осы косая бейкамызды тігетін боламыз. Ол үшін оң жақ бетіне осылай лентамызды екіге бүктеп, оң бетімен оң бетін беттестіріп, шетінен бастап айналдырып тігіп аламыз. Машинкамен тікпес бұрын инемен түйрелеп, барлық жерінен немесе көктеп аламыз. Артық жерлерін қиып тастаймыз. Содан кейін ішке қарай қайырып, тағы да осылай. Тағы бір тігіс жүргіземіз шетінен бастап. Алдымен тікпес бұрын ішкі жағынан қайшымен осылай қиып шығу керекпіз. Бұл емін-еркін әдемі жатуы үшін тігісіміздің. Міне екінші рет қайырып, осы шетінен бастап тігіп шығатын боламын.
Мен мойын ойындысын осылай етіп тігіп алдым. Алдын да, артын да осылай болып шығуы керек. Ендігі кезекте екі қолтық ойындысына да косая бейкамен тура мойынды қалай тігіп шықтық, солай тігіп алатын боламыз. Міне, екі қолтық ойындымызды да тігіп алдық. Көйлегіміздің алдын да, артын да бөлек-бөлек тігіп аламыз. Енді алдыңғы бөлік пен артқы бөлікті бір-біріне беттестіріп, оң бетімен иық тігістерімізді түзеу тігіспен қосып тігіп аламыз және оверлоктап аламыз. Болмаса, зигзаг тігіспен тіге беруге болады. Және көйлегіміздің осы екі етегін қосып тігіп аламыз. Көйлегіміздің етегін тігу ғана қалды. Мінекей, барлық жерлері тігілді. Енді етегін тігу үшін бірінші зигзагпен немесе оверлокпен тігіп аламыз да, ішке қарай бір қайтарып, түзеу тігіспен тігіп аламыз. Осымен көйлегіміз дайын. Осы өлшеммен 4-5 жасқа тігуге болады. Қыздарыңызға өз қолыңызбен тігіп беріңіздер. Жазда киюге өте ыңғайлы. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта тігіннің басқа да қыр-сырларымен бөлісіп отырамын.